әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ғарышкермен сұхбат. Сабағымыздың мақсаты шығармашылық жұмыстар жасайсың, қажетті ақпаратты тауып оқисың. Балалар, бүгін біз қазақ ғарышкерлерінің арасында Тоқтар Әубәкіровтен кейінгі ғарышқа ұшқан ғарышкер Талғат Мұсабаев жайлы білеміз. Талғат Мұсабаев 3 рет ғарышқа ұшып, 1 жылды құрайтындай уақытын ғарышта өткізген адам. Ол 1994 жылы бірінші рет ұшқанда ғарышта 126 күн болған. Ал 1998 жылы екінші рет ұшқанда 208 күнін ғарышта өткізген. Ал 2001 жылы үшінші рет ұшқанда ғарышта 8 күн болған адам. Балалар, енді әдебиеттік оқулығымыздың 30-шы бетіндегі ғарыштық өмір атты мәтінді жақсылап түсініп оқып шығамыз. Оқып болғаннан кейін ізден, сұра, зертте. Талғат Мұсабаевтың ғарыштағы ажал аузынан қалған сипаттайтын үзіндіні тауып оқып бер. Одан кейін балалар, дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазамыз. Сәуірдің 20-сы сынып жұмысы, ғарыштық өмір. Тапсырма. Бірінші, Талғат Мұсабаевқа қандай сұрақтар қояр едің? 2 сұрақ жаз. Екінші, Талғат Мұсабаев сияқты туған жердің үстінен ұшып өтіп бара жатсаң, не айтар едің? Мен деп айтатын ойыңды жаз. Жақсы балалар, іске сәт.